Ассалаумағалейкум. Қазақтар соңғы жылдары профи бокске дендеп кіріскені белгілі. Бүгінгі таңда 150-ге жуық бұлғар қолғап шеберлері ресми түрде Boxrec сайтына тіркеліп, активті спортшы ретінде көрсетілген. Алайда, алдыңғы жылдардағы бум басылып қалғандай ма қалай? Соңғы уақытта біз көбіне айналдырған 4-5 боксшы туралы айтамыз. Қалғандары қысқы ұйқыға кеткен аюдай тым-тырыс болып қалды. Олар қайда жүр? Боксты тастады ма? Әлде жалғастырады ма деген сұрақтар маған жекеме жиі келіп түсіп жатады. Әсіресе көбі Садриддин Батырды сұрайды. Бұл сұрақтарға бір жақты жауап менде де жоқ. Олардың не істеп жүргені, жоспары қандай екенін білмеймін де. Неге бұл екеуін жиі сұрайды? Өйткені олар ат ойлап бастағанда халықты чемпион болады деп сендіргендер. Садриддинді тіптен Канелоны жеңетін қазақ деп атайды. Мұндай бейресми атақ оған не үшін берілді? Әрине жарқын стиль үшін. Алайда Канелоға жету үшін Садриддинге тоқтамау керек шығар. Оны біз рингтен көрмей кеткенімізге жылдан асып кетті. Өткенде жарақатымнан айықтым, енді қайта жаттығуға кірісемін деген. Бірақ сосын қайтадан терең үнсіздікке кетті. Канадаға кетті ме? Кездесу қашан? Бұл сұрақтарға жауап беру өте қиын. Жанкүйерлерге ашықтық керек. Кемінде айына бір рет есеп беріп отырса, біз бұлайша дал болмайтын едік. Ал жаңа айтқан Канелоға дейін жету үшін Садриддин бүгінгі күйімен зымыранмен ұшса да жете қоймас. Әп-әдемі өріп келе жатқан мансапты тоқтатпау керек еді. Енді қолы суып қалды ма деген алаңдаушылық бар. Басып алу керек қазірден-ақ. Дегенмен қазақ сарбазы жас. Осы ғана көңілге медеу. Әлі уақыты бар ғой деп қоямыз. Бірақ уақыт дегенің қазір-ақ өте шығады. Көзді ашып үлгермей қаласың. Батыр Жүкембаев та қазіргі уақытын өткізіп елде жүр. Садриддинге қарағанда Жүкембаевтың жағдайы күрделілеу. Ол жеңіліс тапты, сосын қайта оралып жеңілдеу қарсылас тұтты. Бәрібір Батыр сол бір ауыр жеңілісті ұмыта қоймағандай. Сырттан қарасаң боксқа тіптен жүрегі дауламайтын секілді. Бірақ бұл жарамайды. Бастаған істі енді соңына дейін жеткізу керек. Әйтпесе, қазақта көп жігерсіз жалқаулардың бірі болып қала береді. Қазір Батыр қандай компаниямен жұмыс жасап жүргені де белгісіз. Канадалық промоушеннен бекер кеткен секілді. Енді бағыт-бағдар беретін менеджерсіз жүргендей күй танытады. Тағы бір болашағына алаңдайтын боксшы ол Абылайхан Құсайынов. Ол Батырмен бірге бастаған еді. Еншісінде әлі жеңіліс жоқ, бірақ бұл жігітті рингте көрмегелі біршама уақыт болған. Қателеспесем, бір жыл бұрын Алматыда өткен жауынгерлік кеште бокстасқан болатын. Жеңіске жетті. Бірақ ол кәсіпқой бокс кеші болмағандықтан рекордына жазылмаған. Абылайханда 11 кездесу бар, 8 нокаут тіркеген. Басында ол да Eye of the Tiger менеджментте болған еді. Бірақ кейін канадалықтардан шығып кетті. Содан бері тұшымды кездесу таба алмай жүр. Осындай профи боксшылар елімізде өріп жүр, бірақ бағыт-бағдар беретін менеджерлермен жолыға алмай адасуда. Біздің елде ондай жоқ дей алмаймыз. Дәл қазір сәтте мықты жұмыс жасап тұрған промоушендер бар. Бірінші әрине Сулеймен Промоушенс. Олар Айдос Ербосынұлы бастаған бір топ саңлақтарды өрге сүйрелеп келе жатыр. Абылайхан Жүсіпов, Әбілхан Аманқұлдар осында. МТК Қазақстан боксшыларда дендеп келе жатыр. Мұнда Қамшыбек Қоңқабаев, Тұрсынбай Құлахметтер бар. Жаңадан құрылған Адал Промоушенсты Мейірім Нұрсұлтанов бастап тұр. Тура соларда әлем чемпионы Бекзат Нұрдаулетов те бар. Бір сөзбен айтқанда, бізде баратын жер көп. Аталмыш промоушендердің өзінде 50-60 профиллері тіркелген. Олардың сандары күн санап артып та келе жатыр. Ал мен бүгін атап өткен 3 боксшы Садриддин, Батыр, Абылайхандарға Америка асу керек. Не болса да сол жақта табыстың кілтін іздеу дұрыс. Елдегілер олар енді бастап келе жатыр. Бұл боксшылар өздігінен Америкасы бұл жақта күн көре алмайды. Ал талай жыл Канадада табанын тоздырған 3 саңлақ бақтарын сыртта сынау керек. Біз бұл 3 боксшы әлі профиде өздерінің ең ұлы істерін жасаған жоқ деген сенімдеміз. Мұндай ірі істер олардың алдағы жылдардағы еншісінде деп топшылайық. Демек, тұрмау керек. Даңқ өздігінен келмейді. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.